Армысыздар, құрметті көрермендер. Алояның мына емдік қасиеттерін бұрын білмей жүрген болсаңыздар, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Алоя шырыны дәрумендерге, ферменттерге, қышқылдарға өте бай. Алоя жапырақтары мен сабағында аллантоин В дәрумендері кешені түрінде табиғи антиоксиданттар және С, Е дәрумендері бар. Сондай-ақ ағзада А дәруменіне айналатын бета-каротин бар. Сондықтан бұны өсімдікті кесуден 1-2 апта бұрын суарылмаса және кесіп алғаннан кейін жапырақтарын тоңазытқышта 10 күн сақтаса, алояның пайдалы қасиеттері күшейе түседі екен. Дәстүрлі медицинада алояны іш жүргізетін дәрі ретінде қолданылады. Ол тоқ ішектің жиырылуына көмектеседі. Аз мөлшерде ас қорытуды жақсартады және тәбетті одан әрі қарай арттырады. Алояның жаңа сығылған шырыны күйіктер мен сүйек майының қабынуына қолданылады. Жара немесе күйік үстіне шырынға малынған дәке таңғышын салсаңыз өте тиімді. Темір қосылған алоя шарбаты күніне 3 рет 1 ас қасықтан қабылдасаңыз, темір тапшылығы, яғни анемиядан құтыласыз. Алоя шырынын қайнатылған сумен сұйылтып, егер көз шашарса немесе қабақ қызарса сүртуге болады. Бұның барлығы халықтық ем ретінде қазірге дейін қолданылып келеді. Егер де осы секілді пайдалы ақпараттар көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Маржан Нұрханқызы.